ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі фиқх сабағымызды Алланың қалауымен ары қарай жалғастырамыз. Сол алдыңғы сабақтағыдай нәпіл намазы аяқталған жоқ еді. Соны келген жерден ары қарай жалғаймыз. ويتنفل راكبا موميا خارج المصر إلى غير القبلة. Енді нәпіл намазында жеңілдіктер, қандай жеңілдіктер бар, соларға тоқталамыз. Қаланың тысында, мысалы сапарда кетіп бара жатқан кезде көліктің үстінде имамен, яғни ишарамен намаз оқуға болады. Қай бағытқа қарай кетіп бара жатсыз, сол бағытқа қарай. Мәселен, сіздің кетіп бара жатқан бағытыңыз құбла жақта болмаса да, жүріп бара жатқан, бет алып бара жатқан бағытыңызға қарай көліктің үстінде жағы има, яғни ишарамен басыңызды изеп, нәпіл намазын оқи беруіңізге болады. Нәпіл намазын. Ибн Умар радиаллаху анху былай дейді: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو متوجه إلى خيبر. رواه مسلم. Имам Муслим жеткізген хадисте Ибн Умар радиаллаху анху айтады: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи пайғамбарымызды көлігінің үстінде Хайбарға қарай кетіп бара жатып, көлігінің үстінде намаз оқып бара жатқанын көрдім дейді. Яғни көлігі деген кезде бұл жағы мініп бара жатқан түйе немесе есек болуы мүмкін. Сол мініп бара жатқан көлігінің үстінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Хайбарға кетіп бара жатып намаз оқығанын көрдім дейді. Енді бұл жерде Хайбар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бет алып бара жатқан бағыты құбла жақта емес. Демек, нәпіл намазды көліктің үстінде ешқандай жағы не болудың, мәжбүр болуына қажеті жоқ. Ол нәпіл намазына берілген жеңілдік. Бет алып бара жатқан бағытыңызға қарай көліктің үстінде басыңызды ишарамен намаз оқи беруіңізге болады. Басыңызды ишара деген кезде бұл жерде руку жасағандай болып басыңызды төмен басасыз. Сосын сәждеге келген кезде сәжде жасағандай болып тағы да басыңызды төмен басасыз. Төмен қарай иесіз. Міне осылай бас июмен намаз оқи беруге болады. Және Жабир радиаллаху анху айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам юсалли навафила аля рахилатихи фи кулли вajhin юмиу имаан валакин яхфиду лиссаждатайни ани руку. Жабир радиаллаху анху жеткізген хадисінде ол кісі айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нәпіл намаздарды кез келген бағытқа қарай, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс, яғни кез келген бағытқа қарай көлігінің үстінде отырып, басын иіп, басын изеп, намазын оқи беретін дейді. Яғни нәпіл намазда. Яхфиду лиссаждатайни ани руку. Руку жасаған кезде басын иіп жасайды дейді. Бірақ сәжде жасаған кезде рукуға қарағанда көбірек басын не алады? Иеді дейді. Раваху Ибн Хиббан фи сахихихи. Бұл хадисті Ибн Хиббан өзінің сахих жинағында риуаят еткен. Вассунанур раватибу навафилу. Мынау раватиб сүннеттер. Раватиб сүннеттер дегеніміз парыз намаздармен байланысты оқылатын сүннет намаздар. Таң намазының алдындағы 2 ракат сүннет, бес намазының алдындағы 4 ракат, кейін 2 ракат, шамнан кейінгі 2 ракат, құптаннан кейінгі 2 ракат сүннеттер. Осы бекітілген сүннет намаздар. Бұлар да нәпіл намаздар болып саналады.
Міне осы нәпіл намаздарды да қаланың сыртында, көліктің үстінде бас изеумен намаз орындай беруге болады, көліктің үстінде. Бірақ имам Абу Ханифадан мына бір риуаят келеді: "Янзилу ракибу ли суннатил фажр". Таң намазының сүннеті үшін, таң намазының сүннетін оқитын кезде көліктің үстіндегі адам жерге түсіп оқуы тиіс. Парыз намаздарды болмайды, көліктің үстінде оқу болмайды. Сол сияқты нәпіл намаздардың ішінде имам Абу Ханифаның айтуы бойынша сүннет, таң намазының 2 ракат сүннетінде көліктің үстінде оқу болмайды. Оқитын болсаң жерге түсіп, кәдімгі жерде толып, кәдімгідей руку, сәждесін жасап оқиды дейді. Өйткені бұның дәлелі күштірек дейді. Имам Абу Ханифа бір риуаятында айтады, өзінен келген: "Аннаха важибатун", сүннет емес, оны важиб деп айтады. Таң намазының алғашқы 2 ракат сүннетін имам Абу Ханифа важиб деп айтқан бір риуаятында. Енді уаиннама хуссат танаффул. Бұл жерде көліктің үстінде нәпіл намазын ғана оқуға болады деп айтады. Лианна ада ал-фарида аля дабба ла ясиху. Себебі, тек нәпіл намаз деп, сол нәпілмен шектеуіміздің себебі дейді, көліктің үстінде фарыз намазын орындауға болмайды дейді. Көліктің үстінде. Илля ли узрин, тек қана бір себеп, мәжбүрлік болған кезде ғана фарыз намазды көліктің үстінде оқуға болады. Мәжбүрлік болған кезде, бір үзірмен, бір себеппен, шариғаттың қабыл еткен себебі бойынша болады. Ал нәпіл намаздар үшін себеп қажет емес. Бір себепке байланысты емес. Кез келген уақытта қаласаңыз жерге түсіп, қаласаңыз көлігіңіздің үстінде оқи бересіз, өйткені ол нәпіл намазға берілген жеңілдік. Фарыз намаз тек қана себеппен ғана көліктің үстінде оқылады. Ол қандай себептер? Биан хафа зиядатал маради. Жаңа көліктен жерге түсіп оқитын болсаңыз, жаңа денеңіздегі бір жарақатты одан сайын ауыртып жіберетін болса. Мәселен, жаңа көлікке қиындықпен міндіңіз, деніп жарақатыңызды ауыртып. Ал енді одан жерге түсіп оқу, сол жаңа денеңіздегі жарақатты одан бетер ауыртып жіберетін болса, ол кезде түспей-ақ сол көліктің үстінде фарыз намазды оқи беруге болады. Сол сияқты ау сабуан, немесе жыртқыш аңдардан қорықса. Жыртқыш аңдардан көліктен түсіп оқимын десеңіз, жыртқыш аңдардың қауіп бар. Солардың шабуылынан. Ау адуан, немесе дұшпан болса. Дұшпан болатын болса. Яғни бір сенімді жерде жүрген жоқсыз. Айналаңызда дұшпан бар, қарақшылар бар. Мәселен, көлігіңізді тартып алады, немесе ақшаңызды тартып алады, мысалы. Тоқтасаңыз, көлігіңізбен түссеңіз. Міне осындай қауіп-қатер бар жерлерде көліктің үстінде фарыз намазы да оқи беруге болады. Ау канати даббату жамухан, немесе сіздің мінген көлігіңіз, ат, немесе түйе, бұлар асау болатын болса, асау. Түстіңіз бе, қайтып мінгізбейді сізді. Сондай жағдайда. Немесе ау канат тину вал вахду бихалин ягибу фихи ваджу. Жердің бәрі лай. Түскен кезде бұлай сәжде қылатын жер мүмкін емес. Сәжде қылам десеңіз, басыңыз жерге батып кетеді, mesela, балшыққа батып кетеді. Сондай лай болып жатыр жер. Сондай уақыттарда да көліктің үстінде отырып намаз оқи беруге болады. Міне осы себептерге байланысты, осындай және осыған ұқсас себептерге байланысты фарыз намаздарды көліктің үстінде оқи беруге болады. Ал басқа себептен себепсіз фарыз намазды көліктің үстінде оқуға рұқсат жоқ. Ал нәпіл намаздарға рұқсат бар көліктің үстінде намаз оқи беруге. ويتنفل قاعدا مع قدرة قيامه. Тағы да нәпіл намазындағы жеңілдіктердің бірі,
шамаңыз келіп тұрса да, нәпіл намазын отырып оқи беруге болады. Отырған күйде. Лима рауа жамаату илля муслиман. Имам Муслимнің тұсында өзге мұхаддис ғалымдар риуаят еткен хадис бар. Имран ибн Хусейн радиаллаху анхудан ол кісі айтады: "Қала саәлту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама ан салати ражули қаидан." Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан намазды отырып оқыса болады ма деп сұрадым дейді. Bir adam namaz oturup okusa ne болады, қалай болады деп сұрадым дейді. Faqal man salla qa'iman fa huwa afdal. Пайғамбарымыз сөзге жауап берді дейді. Кім намазды тұрып оқитын болса, отырмай тұрып оқитын болса, ол ең жақсысы деді. Wa man salla qa'idan, ал кім тұрып емес, отырып оқитын болса намазын, falahu nisfu ajril qa'im. Ол адамға сол тұрып оқыған кісінің жарты сауабы болады. Тұрып оқыған адам, отырып оқыған адамға қарағанда жарты есе көп сауап алады. Отырып оқыған адам жарты есе аз сауап алады. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا, ал кім намазы жатып оқыса, فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ, ол адамға отырып оқыған адамның жарты сауабы бар дейді. Жарты ғана сауабы бар. وَرَوَى مُسْلِمٌ عن ابن عمر مرفوعا. إمام مسلم جزيده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم. Отырып оқыған кісіге намазды отырып оқыған кісіге намазды тұрып оқыған кісінің жарты сауабы беріледі. Яғни жартыға кеммейді, сонда сауап. وَهَذِهِ هِيَ صَلَاةٌ نَافِلَةٌ. Енді бұл хадисте айтылып жатқан нәпіл намаздар. نافل نمازدار لأن صلاة الفرض لا يجوز فيه القعود مع القدرة على القيام بالإجماع. Себебі фарыз намаздарда ғалымдардың бір ауыздан келіскен ижмаы бар. Яғни барлығы бір ауыздан айтқан тұрып оқуға шамасы келетін адамның отырып оқуына болмайды деген. Отырып оқуына болмайды. Фарыз намаздар. Нәпіл намаздарда рұқсат. ولأن ثواب القاعد في الفرض للعجز لا ينقص عن ثواب القائم. Ал енді фарыз намазды бір адам белгілі бір себепке байланысты отырып оқыды. Мысалы, аяқтары жағы ауырсынады, тұра алмайды, өзінің денесін өзі көтере алмайды. Қарт болған кездерде болады, немесе жағында ауру кісілерде болады бұндай жағдайлар. Міне сондай себеппен денсаулыққа байланысты адам тұрып оқи алмайды, отырып оқиды. Бұндай адам фарыз намазының өзін не алады? Отырып оқиды. Бұл отырып оқыған, фарыз намазды отырып оқыған кісінің жағдайына байланысты, денсаулығына байланысты ол кісінің сауабы не қылмайды? Кеммейді. Ла юнқасу ан сауабил қаим. Яғни сол денсаулығына байланысты тұрып оқи алмаған кісі, отырып оқыған кісі, тұрып оқыған кісіден аз сауап алмайды ол кісі. Себебі оның несі бар? Үзірі бар, себебі бар. Лима рауа Бухари ан Аби Муса. Имам Бухари Абу Муса радиаллаху анхудан жеткізеді. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: «Ида маридал абду ау сафара». Егер құл ауырса, ауырып қалса, науқастанып қалса, ау сафара, немесе сапарға шықса, кутиба лаху мислу ма кана яъмалу муқиман сахихан. Ол адамға дені сау кезде оқығанда, немесе сапарға шықпаған кезде оқығанда қандай сауап алатын болса, сол ауру адам да сапардағы адам да дәл сондай сауап алады. Ауру адам тұрып оқи алмайды. Ауруына байланысты отырып оқиды. Сол ауруына байланысты отырып оқыған адам сау адам сияқты, намазын тұрып оқыған адам сияқты сауап алады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сапардағы адам да сондай. Сапардағы адам сапарда болмаған адам сияқты сауап алады деп. Яғни сапарда адам намазы қанша оқиды?
2 rakatga kim o'qiydi? Safarda емес адам to'liq o'qiydi, 4 rakat o'qiydi. 4 rakat namazlar. Safardaga adam uni 2 rakatga kim o'qiydi? Shu safardaga adam, safardaga емес адам сияқты to'liq savob oladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Buning bari negizinde nega байланысты? Niyetga байланысты bo'ladi. Mine осы nafil namazlarga қатысты, nafil namazның жеңілдіктері осылар. Енді келесі бір nafil namazына келдік. Бұл таравих намазы. Таравих намазы. Бұл таравих намазы да nafil намаздарға жатады. Яғни біз айттық, сүннет намазда парыз және уәжіп тұсындағы намаздардың барлығы nafil намаздар саналады. Ва сүннет таравих. Таравих намазы сүннет. Бұған қатысты имам Бухари және имам Муслим өздерінің сахихтарында Айша анамыздан мына бір хадисті жеткізеді. Анна набия саллаллаху алейхи вассалам салла фил масджид фасалла би салатихи нас. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітте намаз оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұйып бірнеше кісі жамағат болып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқыды. Сол намазды оқыды. Сумма салла минал қабила. Келесі күн тағы да солай оқыды. Факасуран нас. Адамдар көбейді. Сумма жтамау минал лейлати салиса. Сосын келесі 3-ші күні тағы да адамдар жиналды. Фалам яхруж илейхим Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3-ші күні намазға шыққан жоқ. Шықпады. Фаламма асбаха, таң атқан кезде қол, таң атып адамдармен ұшырасқан кезде, кездескен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қад раайтуллази санаътум." Түнде сендердің мешітке жиналғандарыңды көрдім. Фалам ямнa'ни минал хуружи илейкум илля анни хашиту ан туфрада алейкум. Менің сол сендер жиналған кезде мешітке шықпауымның себебі бұл намаздың сендерге парыз болып қалуынан қорқамын деді. Қорықтым, сол себепті шықпадым деді. Фатуфия Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам вал амру аля залик. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтті, жағдай осылай жалғаса берді деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүние өткеннен кейін де адамдар сол таравих намазын, яғни түнгі намазы, Рамазан айындағы түнгі құлшылықты жаңағы пайғамбарымызбен бірге не жамағат оқыған жоқ, сол айтқаннан кейін әркім өз бетінше не қылды, жалғастырды. وعن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه دام كلمة حديثه بلايدن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında buyurmasın, yani mіндеттеместен өзінің сахабаларын Ramazan ayında namaz оқуға шақыратын, қызықтыратын. Yani түнде намаз оқыңдар Ramazan ayında деп қызықтыратын, бірақ оларды міндеттемейтін дейді. Фаяқулу, мынандай хадистермен қызықтыратын: "Мән қама Рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замби." Кім Рамазан айында иман келтіріп, yani вахтисабан, және сауабын үміт етіп Рамазан айында түнде құлшылық қылатын болса, ол адамның өткен күнәлары, бұрынғы күнәлары кешіріледі деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы таравих намазына, түнгі намазға қызықтыратын. Фатуфия Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүние өтті, уламру аля залик. Дүние өткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған дейін ешкім не қылған жоқ, міндеттеген жоқ. Таравих намазын оқыңдар деп ешкім міндеттеген жоқ, бірақ қызықтыратын. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. Абу Бакр радиаллаху анху мұсылмандар басшысы болған кезде, халифа болған кезде, ол кезде дәл сондай болды. Яғни мешітте таравих намазын жамағат болып, жиналып оқу деген нәрсе болған жоқ. Пайғамбарымыздың кезінде қандай болса, дәл солай болды деді. وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. Және Омар радиаллаху анхудың халифалығының бас жағында солай болды. Бас жағында. Бірақ біз білеміз, Омар радиаллаху анху кейін мұсылмандардың басшысы тағайындалғаннан кейін сол өзінің дәуірінің алғашқы кезеңдерінде не қылған жоқ, таравих намазын үшін адамдар жинаған жоқ мешітке. Кейін біраз уақыт өткеннен кейін өзінің халифалық кезінде Хазірет Омар радиаллаху анху не қылды, осыны қолға алды. Имам Бухари және Ибн Хиббан
Abdurrahman ibn Abdul Qaridan жеткізеді. Ол кісі айтады. Бұл жерде бұл хадисте Хазрет Умар радиаллаху анху қалай адамдарды тарауих намазына жинады, қалай оларды бір жамағат қылып оқыды, соны Абдуррахман ибн Абдул Қадир жеткізеді бізге. قال وقصيت خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. So Ramazan ayının bir tününde Umar radıyallahu anh'u birge meşitke çıktık deydi. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ. Qarasak adamlar bölük. يُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ. Bir adam öz bedince namaz okuvatır. فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَهَتْ. Onun ardında bir neçe adam bulup sonun ardında uyup namaz okuvatır. Yani her yerde adamlar öz betlerince namaz kılıp жатыр. Yani bıtırankı, şaşırankı olur. فَقَالَ Umar radıyallahu anh aytı: "İnni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal." Men eğer olsa şaşırap, bıtırap okup жатқан adamların bәрін bir жерге жинап, алдарына bir imam tağayындап, soğan bәрін uyg'utsam, бұдан да жақсылырақ болар еді деп айтады. Сумба азама, кейін осы нәрсені бел болып, осы нәрсе кіріседі де, фажамаахум ала Убай ибн Кааб. Убай ибн Кааб радиаллаху анхуды имам тағайындайды, сосын жамағаттың бәрін соның артына тұрғызады. Сумма харajtu ma'ahu laylatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Сосын келесі бір түні шықтық дейді, мешітті аралауға. Сөйтіп қарасақ, адамдардың барлығы өздерінің имамдарының артында тұрып, бір жамағат болып намаз оқып жатыр екен. Фақала Умар радиаллаху анху. Сол кезде Умар радиаллаху анху айтты: "Ни'матул бид'ату хазихи." Бұл қандай жақсы бидғат деп айтты. Яғни қандай жақсы жаңа іс деп айтты. Жаңада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде болмаған, Хазрет Умар радиаллаху анху адамдардың бәрін қылды, жинады. Сөйтіп осындай бір жаңа бір амалды, істі қолға алып. Сөйтіп осы іске таң қалып, қандай жақсы амал, қандай жақсы іске қылдық, қолға алдық деп риза болады. Сосын وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. Умар радиаллаху анху айтады: ұйықтайтын уақыттары намаз оқып жатқан уақыттарына қарағанда абзалырақ дейді. Яғни бұл жер бұл сөздің айтудағы мақсаты юриду ахирал лейл. Яғни ұйықтайтын уақыттары намаз оқып жатқан уақыттарынан хайырлы деуінің мақсаты ол уақытта тарауих намазын жамағат түннің алғашқы бөлігінде оқиды. Алғашқы бөлігінде. Соңғы бөлігінде ұйықтайтын. Сол ұйықтайтын бөлігі намаз оқатын бөлігіне қарағанда не? Хайырлы дейді. Енді ол әлбетте қиын. Мысалы, қазір құптан намазының өзін осы уақытта емес, кешірек оқысақ, түннің жартысында оқысақ, хайырлы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде құптан намазын кешіктіреді, шықпайды. Сосын Хазрет Умар радиаллаху анху барып айтады: "Балалар шаға ұйықтап қалды" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Үмметім егер ауыр болмаған кезде, осы уақытта оқуларын бұйырар едім" дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ауыр келмеген кезде. Сондықтан түнгі уақыт не? Хайырлы, түннің соңғы уақыттары. Міне осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан кейін Хазрет Умар Абу Бәкірдің кезінде болмаған, бірақ Хазрет Умар радиаллаху анху адамдарды жинап, жамағатты жинап, бір имамның артында тұрғызып, тарауих намазын жолға қойды. Имам Байхақи өзінің Әл-Ма'рифа деген кітабында bi-isnadin sahih sanatпен ан Саиб ибн Язидтен жеткізеді. Ол кісі айтады: "Күнна нақуму замана Умар ибн Хаттаб би-20 рак'атан вал-витр." Біз Хазреті Умар радиаллаху анхудың заманында тарауих намазын 20 ракат оқитын едік, және витр намазын оқитын едік дейді.
Енді осы сахи санатпен жеткен хадис бұл тарауих намазының қанша ракат екендігін бізге жеткізіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге жеткен риуаяты бойынша Рамазан уақытысында да, Рамазаннан басқа уақыттарда да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнгі намаздарын өтірмен бірге 13 ракат оқитын болған. 8 ракат түнгі намаз, 3 ракат не өтір болатын болған. Ал енді Хазірет Умар радиаллаху анху болатын болса, тарауих намазын қаншаға шығарады санын? 20-ға шығарады. Енді бұл жерде ғалымдар айтады. Умар радиаллаху анху 20-ға шығаруының себебі ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның естіген немесе көрген, білген бір нәрсесі бар. Сондықтан да бұл неге 20-ға шығарып жатыр дейді. 20-ға шығарған дейді. Сондықтан да енді бұл жерде 20-ға шығаруында сахабалардың ижмаы бар. Ешбір сахаба Умар радиаллаху анху тарауих намазының санын 20 жеткен кезде бұл жерде 20 емес, 20 оқуға болмайды деп қарсы шыққан ешкім болмаған. Сондықтан да қарсы шыққан ешкім болмағандықтан осы 20 ракатқа сахабалар ижма қылған. Сондықтан да сонау сол уақыттан бастап күнімізге шейін 20 ракат оқылып келе жатыр. Тіпті мысалы мынау Саудиядағы мешіт харамның өзінде қанша оқылады? 20 оқылады мысалы. 20 оқылады. Ол кейіннен шыққан нәрсе емес. Ол бұрыннан сонау сол уақыттан бері жалғасып келе жатқан амал. Осы жалғасып келе жатқан амалдың өзі де тарауих намазының санының 20 ракат екендігін көрсетеді. Енді уақытуха баъда салатил иша. Тарауих намазының уақыты қай уақыт? Құптан намазынан кейін. Құптан намазын оқып болғаннан кейін, қабла салатил уитр және құптан намазын оқып болғаннан кейін уитр намазынан бұрын оқылады. Ау баъдаху, немесе уитр намазын оқып болып, сосын барып та оқуға болады. Ала кулли тарвихатин джалсатун биқадариха. Ала кулли тарвихатин. Әр тарвиханың алдында джалсатун, отырыс бар. Биқадариха. Со тарвиханың көлемінде отырыс бар. Енді тарвиха дегеніміз не? Тарвиха деген сөз тарауих сөзінің жекеше түрі. Тарауих сөзінің жекеше түрі тарвиха. Тарвиха деген сөздің мағынасы не деген? Демалыс деген сөз. Яғни тарауих намазын оқыған кезде ұзақ оқиды. Құранды хатым қылатын болған. Сондықтан ұзақ оқитын болғандықтан адамдар шаршайтын болған. Сол үзіліс ретінде, демалыс ретінде арасында отыратын болған. Міне соған байланысты демалыс деген, үзіліс деген мағынада тарауих деп аталып кеткен. Жекеше деп тарвиха. Намазда, тарауих намазында 5 не бар? Тарвиха бар, 5 үзіліс бар. Сондықтан да бұған көпше түрде тарауих деп аталып кеткен. Сол әр 4 ракаттың алдында, бір 4 ракат оқып болғаннан кейін, келесі 4 ракатқа соның алдында, келесі 4 ракаттың алдында не бар? Джалсатун биқадариха. Сонша уақыт отырыс бар. Литаваруси залика минас-салаф. Өйткені сол отырыс, яғни бір 4 ракат оқып болғаннан кейін келесі 4 ракатқа бірден тұрып кетпей, солдың арасында отыру, үзіліс жасау, бұрынғы салаф ғұламаларымыздан бізге мирас болып қалған. Руя ан Аби Ханифата, имам Абу Ханифадан риуаят етілді дейді, лианнаха иннама суммият биттаруихати лил-истираха. Енді таруих намазы таруиха деп аталуының себебі лил-истираха, демалу болғандықтан дейді сол ракаттардың арасында. Енді сумма инна ахла Макката, меккеліктер татуфу саб'ан байна кулли тарвихатайни, екі таруиха арасында, яғни бір 4 ракат таруих намазын 4 ракат оқып алады, сөйтіп келесі 4 ракат оқығанға дейін арадағы үзілісте
Меккеліктер, Мекке тұрғындары татуфу саб'ан байна кулли тарвихатайни. 7 мәрте таваф қылады. Сосын барып, келесі 4 ракатқа бастайды. Кама хукия ан Малик. Бұл имам Маликтан риуайт етілген бізге. Ва ахлул Мадина, ал Мадиналықтар болатын болса, юсаллуна фурада арбаан бa'да залик. Жағы неден кейін 4 тарауих намазын 4 ракатын оқып болғаннан кейін Мадиналықтар олар әрқайсысы жеке-жеке тағы 4 ракат намаз оқитын болған. Мадиналықтар. Жамағат болып тарауих намазын 4 ракатын оқып алады. Сосын арадағы үзілісте әркім өз бетінше жеке-жеке 4 ракат намаз оқиды. Ва ахлу куллу балдатин бил хияр. Енді әр елдің, әр жердің халқы ерікті, яғни міндетті түрде мына амал жасалу керек дегенде бір амал жоқ. Сондықтан да юсаббихуна, қаласа тәсбих айтады. Мысалы бізде тәсбих дәстүр болған. Мысалы меккеліктерде таваф дәстүр болған болатын болса, Мәдиналықтарда 4 ракат жеке-жеке 4 ракат намаз оқу дәстүр болған болатын болса, сол сияқты бізде де тәсбих айту дәстүр болған. Субхана зил мульки вал малакут деген тәсбих айтылады, өздеріңіз білесіздер. Ау юхаллилуна, немесе жағы ла иляха иллаллах, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деген сияқты, яғни Алла Тағаланы пәктейтін зікірлер айтылады. Ау янтазируна сукутан, немесе үндемей келесі 4 ракат басталғанға шейін үндемей не алады, отырады. Ау юсаллуна фурада, немесе әркім өз бетінше жеке намаз оқиды. Ва суннал хатму марратан. Осы тарауих намазында бір мәрте Құран кәрімді хатым қылу сүннет. Бір мәрте. Лианна шахр Рамадан унзила фихи Құран. Себебі Рамазан айы Құран түскен ай. Ва кана набию саллаллаху алейхи ва саллам я'ридуху фихи ала Джабраил кулла санатин марратан. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Джабраил алейхиссаламға, Джабраил періштеге Рамазан айында бір мәрте Құранды оқып шығатын, оқып беріп шығатын. Енді бұны намазда оқып берген деп айтқан ғалымдарымыз да бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Рамазан айында түнде Джабраил алейхиссаламға осы Құран кәрімді арыз қылған, оқыған дейді ғой. Әр жылда бір мәрте Рамазан айында оны намазда оқыған деп айтқан ғалымдар бар. وفي السنة الأخيرة соңғы жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам арадаху марратайн 2 мәрте оқыған. Соңғы жылында. وقال بعضهم жарайды осы жерден не алайық. Енді ولا يترك لكسل القوم. Жамағат егер Рамазан айында хатым шығаруға ерінетін болса, яғни біз шыдай алмаймыз, түн қысқа немесе басқа бір себептер айтып сылтаура хатым шығармай қояйық деп мысалы айтатын болса, сондай жағы ерінетін болса, сол қауымның еріншектігі үшін хатым тәрк етілмейді дейді. Яғни сүннетті тәрк етуге болмайды. Хатым жасалу керек дейді, ол сүннет дейді. Сосын وَلَا يُوتِرُوا بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانِ. Біз Рамазан айында уитр намазын өзге уақыттарға қарағанда не істейміз? Тарауихтан кейін жамағатпен бірге оқимыз. Себебі وَعَلَيْهِ إِجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ, мұсылмандардың болған ижмаы бар. Яғни уитр намазы тек қана Рамазан айында ғана топ болып жамағатпен оқылады. Басқа уақыттарда уитр намазы неғылмайды, жамағатпен оқылмайды. Бұған мұсылман ғұламалардың ижмаы бар дейді. Жарайды, құрметті жамағат, тарауих намазын осы жерден аяқтайық. Азанның да уақыты болды. Субханакаллаху